Арк. Мен сені жалға ала аламын ба? Мені жалдағың келіп тұр ма? Я. Мені жалдағанда достарың ашуланбай ма? Я, көбісі қуанышты болмайды. Бірақ мен сені жай адам болғанда сөйлеспес едім де. Сен еліштарға қарсы емессің. Балаларды да құтқардың. Және жануарды құн бағындырғансың. Сондықтан мен саған сенемін. Менің тобымды құтқаруға көмектесші. Жарайды. Сенің қорғаушың боламын, Ариана ханым. Рахмет, Арк. Саламатсыздар ма, мен Арк. Ариана ханыммен кездесу менің өмірімді өзгертіп жіберді. Мүмкін емес. Бұл Визир көлі ме? Таң қаларлық. Еселеп отырсың. Қалада түсініспеушілік орнағанын қаламадым. Сондықтан осы жерге алып келдім. Менен пайда бар ма екен? Әрине. Сонымен, күн батпай жылжиық. Қалада сенің досың күтіп алады ма? Я. Сонымен әрі қарай не істейміз? Данко досымды күте тұрайық. Охо! Ариана бізде өте сұлу эльф жауынгері. Ал енді Данконың түрі қандай екен? Ол маған өте қызық болып тұр. Ариана! Міне, өзі де келді. Мәссаған қандай көңілсіз эльф! Кешкенім үшін кешірім сұраймын, Ариана. Ештеңе етпейді. Біз де қазір ғана келдік, Данко. Бұл Данко ма не? Бұл тағы кім? Бұл Арк. Мен оны жалға жалдадым. Жалданушы? Тыныш жерге барып сөйлесейік. Дұрыс айтасың. Астан алыңыздар! Мен орманнан көрдім, шын айтамын. Олар екеу дедім бе? Арк, сен тамақ ішпейсің бе? Жоқ, қарным аш емес. Бетпердені шешуге болмайды. Әйтпесе маған тура атлайын деп тұр ғой екеуі де. Кімсің сен? Бұл Данко Мейпл. Ол да мен сияқты эльф жауынгері. Ол бұл жерде ақпарат жинап жүр. Мейпл? Сен де осы атпен айтып едің ғой өз атыңды. Я. Сонда сендер ағалы қарындассыңдар ма? Эльфтардың аттары өз есімі, ата-анасының есімі және туылған жерімізден тұрады. Бұл біздің өте мықты орманнан екенімізді білдіреді. Мейпл қаласы, Канада орманы. Бұны айтудың мәні жоқ екенін білесің бе? Кешіріңіз, Данко мырза, сіз бұл жерде жүріп не біле алдыңыз? Ентаго етімен танымал. Вертелі бұл өте керемет дәмді еттен жасалған. Қабырғаға сөйлеп отырмын ба? Қосымша оған түрлі бұрыштар бірінші сорттан. Бұл таңғажайып дәм. Керемет. Айтпақшы, мынау кім тағы? Не? Бұл Арк. Маған 4 баланы құтқаруға көмектескен жалдамалы жауынгер болатын. Мен оны бізге көмектесін деп жалға жалдадым. Шынымен ба? Ол жай жалданушы емес. Ол телепорт қабілеті сияқты мықты қабілеттерді біледі. Телепорт? Шынымен ба? Кез келген жерге емес, әрине.
When to VPs? Бул Понто, Арктың жол серігі. Телепорт жасай алады. Және дұқпен дос. Пайдасы бар секілді. Сонымен базалар жайлы бірдеңе білдің бе? Ол Веселение ауданының қасында. Сол жерде барлығы ауланған эльфтерді ұстап отыр. Түнге дейін ол жерде адамдар өте көп. Түнді күтуге тура келіп тұр. Адам азайғанда жылжимыз. Дұрыс, әзірше осы жерде отыра тұрайық. Демек бізде уақыт бар ғой? Мен бір сағатта келемін. Келгенімше мен тіліктерім бар еді, соны бітіріп келейін деп барадырмын. Кеттік, Понто. Бұны сенен күтпедім әрине. Нені? Сен бөтен біреуден көмек сұрағаныңды. Сол ормандағы төбелесте, арк болмағанда, мені де аулап алар еді. Сен өз күшіңді қатты бағалап жібердің бе? Әлде асықтың ба? Менен мықты жауынгер шықпайды. Менің әпкем болғанда, ол жұмысы тез бітірер еді. Ивен бір өзақ жеңіп алар еді. Бірақ ол мен өзіңді салыстырғаныңды қашан қоясың? Сен жас болсан да өте мықтысың. Тәжірибе жинасан, оны мен теңесесің, деп сенемін. Ариана, айтпақшы, біз бұл адамға сене аламыз ба? Жарайды, онда мен қарсы емеспін. Мен бандиттердің байлығын алуды ұмытпағаным қандай жақсы болды, а? Сонымен, бізде бірінші... Гожашлығы! Қуырылған балық! Өтті дәмді пицца! Диента бал шырыны! Тамақ ішетін уақыт! Ай-ай, тәттісін ай! Түн ұзақ болады. Мүмкіндігінше тамақ ішіп алу керек. Оларды саудаға жіберді, бұйрық келді. Ертең, таңертең. Жақсы болды ғой, ертең баяйтын болдық. Біздің жауынгерлер бізді құтқарады. Ал сендердің көздеріңді жояды. Қорқып кеттім берген. Бәрі дайын. Тек алға. Осы жер. Олардың көзін жойып, тек сүйектерін ғана қалдырып кіре аламыз. Сүйек? Сүйектерін санап береміз олардың. Эльфтарды босату барысында бұлардың көзін жоюға тура келеді. Арк, бізді жоғарда тұрған терезеге жеткізе аласың ба? Әрине, қиын емес. Онда сәл алысқа тұрайық. Олар сиқырдың жарығын байқап қояды. Жоқ, ол туралы ойламақ қойыңдар.
Мені тек жақсылап ұстап алсаңдар болды. Телепорт. Өте жақын жерге телепорт? Сен қайдан келдің? Мен тек жалданушымын. Шынымды айтсам, таң қалдым. Ішінде ешкім жоқ. Кіруге болады. Абай бол. Я. Тұрып қалдым. Тағы кішкене. Егер бұлай істей алсаң, ертерек айтпайсың ба? Қорқпа, біз саған қараған жоқпыз. Ойыңнан өшіріп таста. Сен өз керемет фигураннан ұяласың ба? Данко, қара. Бәрі тамаққа бір соққыдан өлген. Қан әлі ағып жатыр. Жана ғана өлтірілген. Бұл жерге бізден бөлек біреу келген. Өліні біздейік, сондай эльфтарды тез табамыз. Абай болыңдар. Казаниме каналы шыны арнайы басталды. Мен дыбысымды шығармай жүрмін. Құлып таулы? Е. Тағыма, бұл кімге керек болды екен? Күнай алаңдату үшін атылды. Ниндзя? Және қосымша. Жануар құлағы бар ниндзя, алақай! Сен ниндзя сөзін қайдан білесің? Не десем екен, ниндзя екені көрініп тұр ғой. Менше сен тек бас кесер емес сияқтысың. Кешірім сұраймын, егер жанында жануар духы болса, сен жаман ойларын жоқ. Бұл түсініспеушіліктің қалай шешілгенін білмеймін, бірақ шешілгеніне қуаныштымын. Сен бұл жерге эльфтерді құтқаруға келдің бе? Мен де сол үшін келдің бе? Жоқ. Мен іздеген нәрсемді таппадым. Эльфтарды жертөледе ұстап отыр. Бұл не тағы? Бұл саған керек болады. Айтпақшы, кенет шабуылдағанды жуу үшін екі эльфті лорд сарайында ұстап отыр. Не? Кездескенше рыцарь. Тоқташы! Мен оның атын біліп үлгермедім. Бірақ жануар духымен достық сирек екенін білмедім. Понто, сен қалай ойлайсың? Бұл маған бұл қағаз сізге керек болды деді ме? Бұл қандай қағаз екен? Күте тұр. Бұл эльф құлдарын сатып алу шарты. Мынаны қараңдар, кімнің есімі тұр? Көріп тұрмын. Дента лордында бұған қатысы бар деп ойламадым. Эльфтерді жертөледе ұстап отыр. Және тағы екеуі лордтың сарайында. Арк, бұл шарттарды қайдан алдың? Және ақпараттарды да. Менше ниндзяны айтсам, бұл тапсырманы қиындатып жіберетін сияқты.
Мен осында жүрген бір адамды ұстап алып сақтар қойып тауып алдым. Жарайсың. Ары қарай қалай жылжимыз? この後はどういたそうか、お二方。 Бұл жерді бітіріп, сарайға барамыз. Сендер кімсіңдер? Да бөтендер жүр. Жер төлеге тыныш қана кіріп ермаған секілді. Онда шайқасып кіреміз. Келсемін. Не олар бізді қорғатты бөле ма? Кеттік оларды өлтірейік. Отылауын, қылышымен бірге бере. Ары қарай кеттік. Жолай бәрін қырып шығамыз. Алға. Олар қандай мықты, төбедегілеріне қарап отыр. Ариана, Глинис, Мепл, сендерді құтқаруға келді. Мепл жауынгерлері. Арк. Қорықпаңдар, ол бізбен бірге. Бізге өте қорқынышты болды. Бәрі жақсы. Сендер енді боссыңдар. Керемет, бұл жерді бітірдік. Арк. Түсіндім. Жол қақпасы! Тағы да? Қарғыс шешу! Осындай қарғысты өте оңай шешу. の呪いを解くと。 Қайдан ғана шықты бұл адам? Сізге үлкен рахмет, Рицар мырза. Шын жүрекпен алғысым шексіз. Біз үйге қайтамыз. Ариана, бұл соны 終わ емес. ってはいない。 Мен балаларды алып үйге қайта берейін. Қалғанын саған сенемін. Жарайды. Арк, 残り мен екеуім басқа эльфтарды құтқара алатындарына сенемін. Ариананы қорға. Әрине. 心得た。 Лордтың сарайы осы ма? あれか。 Я. Арк, алға. Жай, еш нәрсе. Алға. Онда кеттік, алға. Ауада қалқу! Олар екеуі бәрін жеңе ала ма? Иә. Оларға сарайға кіру қиындық тудырмайды. Ол рыцарь 造作のない。 өте мықты. Ол рыцарь нинза сөзін білді. Меніңше, біз онымен тағы кездесеміз.